Ысқақ, Иә. менде саған бір сұрақ бар. Перғауын жайлы болып отыр да менде. Қай перғауын? Ғалымдар әлі күнге дейін зерттеп таба алмай жатыр ғой мысалға Қай перғауын? Осы перғауын суда қалып кеткен перғауын деген барады ғой, білесің бе? Не деген? Адамдар қалай ойлайды деймін да? Мысырдың тарихын, әлем тарихын өткен кезде, дүниежүзі тарихында Мысырдың тарихын өтеді да. Мысырдың тарихында перғауын деген адам жоқ, перғауын деген статус бар. Мысалы, сендер былай айтқан сияқты да, мысалы, ханның тарихын білесің ба деген сияқты айтасыздар да. Қай хан екенін қаяқтан білем, бұл Есім ба, Тұрсын ба, Мамаш па, Бұрындық па, Қасым ба, Жәңгір ма, мен қайсы екенін қаяқтан білем оны. Тура сол сияқты да, перғауын деген статус ол. Біз перғауын несін оқымағанбыз мысалға да. Перғауындардың ішінде ең қалғаны сол деп отыр да, тырнағы, шашы қалған, әлі күнге дейін ғалымдар. Ой, қумасыншы, негізі былай, интернетке доступтарың бар ма негізі былай? Бар ғой доступ. Бар болатын болса, фараондардың қашан, қай жерден, қалай күйде табылғаны туралы бәрі ашықта тұр емес пе? Енді ол мейлі қазіргі қалған фараондардың ішінде, перғауынның ішінде біреу-ақ емес пе қазір әлемге зерттеп Қуасыңдар ма? Қарасаңдаршы, қаншама перғауын бар. Тутанхамон бар, мысалы, Рамзес бар, кім бар тағы? Көп қой, Хет па, бір нәрсе, бәленбай перғауын табылған саркофагтарынан. Енді ол бәленбай табылғанмен қазір біреу ғана емес пе қазір ғалымдардың қолында зерттеуде қалған? Құма деймін, қалғандары қайқа кетіп қапты? Қалғандары жоқ қой вот именно. Қалай жоқ? Анау пирамидалар не үшін салынған? Пирамидалар салынған, просто бір ғана перғауын бар. Мысалы, сол перғауынды қазір әлі күнге дейін зерттеп жатыр да. Ердәулет, қумашы, сендер сонда әлемді уағызда не айтады, сол арқылы қалыптастырасыңдар ма? Көзқарас, неге интернет қолданбайсыңдар? Енді жалғыз сол ғана айтылып отқаннан кейін соны ғана зерттейді ғой, енді басқа нені зерттейді ғой? Қалғанда сендерге имам бір сандырақ айтып отыратын болса, неге барып египтологтардан сұрамайсыңдар оны? Енді бізге жеткені сол болып тұр ғой. Мұнан бізге жеткен сол болды деген шыны ма? Сен имам не айтса болды, сол рас па саған сонда? Енді бәрі рас бола бермейді ғой, именно сол несі мысалға әлі күнге дейін зерттеліп отқаны сол. Кей адамдарға мына заманның дамығанынан ешқандай пайда тимей жатқанын байқаймын мен ше. Кей адамдарға заманның дамығанынан еш пайда жоқ. Ана баяғыда ешқандай технология, білім, ғылым қолжетімсіз заманда ауылдың бір молдасы, дүмше молдасы қандай сандырақ айтса, соған сеніп отқан халыққа ренжудің өзі қиын еді, өйткені ол шығып қайда барады? Отырарға бара ма, басқа қалаға бара ма, Шамға бара ма, кітапты қайдан табады, оқуды қалай үйренеді дейтін едік. Қазір қазақтың бәрі әріп таниды, қолында бүкіл әлемнің ғылымы, бірақ тура сол дүмше молданың айтқан сандырағына әлі күнге сеніп отыра береді. Әлі күнге сеніп отырады дегенде енді қазіргі... Не масқара мынау? Сол бір перғауын ғой деп. Жоқ, бір перғауын болғанда қазіргі бізге жеткен, қазір неде музейде тұрған жалғыз перғауын. Музейде жоқ ешқандай фараон. Қалай жоқ ол? Қазір сонда ғалымдар не зерттеп отыр сол перғауын туралы? Ғалымдардан сұрасай сен, имамнан емес оны. Енді ғалымдардан сен біліп отырсың ғой енді. Ол енді іздейді, жазылған дейді ол мысалға. Сен тарихыңды босқа кетіріп жүрсің да, мысалы, тарихың сенің босқа кетіп жатыр, ақшаң ауаға кетіп жатыр. Енді тарих ол босқа келе ма, кете ма, ол қызық емес қой. Мен сенен сұрайын дегенмін. Сол мысалы, сол Құран Кәрімде бар дейді мысалға ше, сол перғауын. Алайт. Қазіргі таңда Египет фараондарының 30-дан астам мумиясы табылған. Так, қайта табылған және танымал фараондар. Тутанхамон 1922 жылы табылған. Рамзес 2 Каирдегі Египет өркениет ұлттық мұражайында тұр. Сети 1, Рамзес 2, Аменхотеп 1, Тутмос 3 мумиялары Энмек мұражайында экспозицияда. Ахмосе, Меремптах, Тутмос 4 басқа фараондардың мумиялары табылған. Так, ұлттық Египет өркениеті мұражайында 22 фараонның денесі тұр. Патшалар залы, Hall of Royal Mummies. Египет мұражайы Тахрир алаңында. Бұл жерде фараондардың нелері болған, 22 жылы арнайы парадпен жаңа энергия орналастырған дейді. Сонда 30
30 денесі бар екен. Қайсысы сендердікі? 30 болғанда қазір мұражайда тұр ғой мысалға, шашы, тырнағы. Мен саған айтып отырмын ғой, мұражайда 22-сі тұр мына неде. Ұлттық Египет өркениет мұражайында 22-сі тұр. Қайсысы сендер? Бопты 22 тұрғанмен соның ішіндегі біреуінде ғана ғой. Терісі, несі, тырнағы түспеген, Бәрінің состояниесі, шашы түспеген бір перғауын тұр. Ол Құран мумификатта жасаған, айналайын. Қалай бәрін бірге жасаған? Неге онда олар қазір ашып айтпайды, және ол не үшін Құран-ы Кәрімде бар да ол нәрсе, а бірақ ғалымдар енді соны шығарып отыр мысалға. Ғалымдардың зерттеуі бойынша Құран-ы Кәрімде жазылған дейді да, бірақ кейіннен оны бізден жаңалыққа ашып отыр. Не себептен соны түсіндіріпші маған? Ердәулет, мен саған оны түсіндіру үшін былай істеуім керек. Мен саған тура сондай бір өтірік айтып бере салуым керек болып тұр ғой бұл жерде. Енді келтіріп берсем мысалға. Иә. Ғалымдардың зерттеуі бойынша былай ғой. Негізі бізде ешқандай ғылым болмаған ғой. Ғылым болмаған, ғылым білім даже мумиялардың, жаңа фараондардың болғанын білмеген де. Сөйтіп фараондардың болғанын білмей, жаңағы Египетті зерттемеген ешқандай. Сосын бір күні Құранды ашып оқып отқан ғой біреу. Сен Құранды ашып оқып отқанда фараон деген сөзді көргенде таң қалған ғой. Мәссаған, мынау кім болды екен деп. Сөйтіп Мысырға барған. Мысырға барса, Мысырда бір үшкір бір зданиялар тұр екен де. Сосын тұрғанда таң қалған. Бұл зданияларда кім бар деген кезде сол ауылда қой бағып жүрген бір қойшы айтқан екен. Бұл жерде фараон дегендер жерленген деген. Сол кезде ана ғалым таң қалып айтқан ғой, мәссаған, мен Құраннан фараон деген сөзді оқып едім. Демек, фараондар деген болған екен ғой деген. Зерттеген. Сен түсіндім мен, сен өтірген зерттеген. Содан кейін барып жаңағы Құранда оқыса, сол жерде бір Мұса деген адам болған деген да. Сөйтіп әйтеуір бірдеңе фараон тауып алған ғой. Оған дейін ештеңе білмеген. Мен жарайды мейлі тауып алған болса да, не болса да. Енді қазір бар ғой ол мысалға. Ютубтан да, неден де, бәрінен де шығып тұрады ғой, соның шашы түспеген, терісі неғылмаған дейді. Мысалы, бәленбай ғасырдан бұрын кетіп қалған адам. Оның не себептен ондай? Не себеп? Енді элементарный нәрсені қараш, элементарный нәрсені ізденудің орнына сендерге сол Құдай деген несі жақсы да. Құдай деген өтірік вариант жеңілді сол. Өтірік вариант жеңіл дегенде бізді кішкентайымыздан бір Құдай бар деп бізді сөйтіп үйреткен адамдар ғой. Құдайға сене бер, бірақ андай ғылыммен байланысылатын сандырақтарға сенудің қажеті жоқ та. Ғылымдармен. Мен сені тыңдаймын негізі, әңгімесі жоқ. Мумификация деген нәрсені естітпедің? Мысалы, мумификация деген естітпедің? Египеттен жеткен денелер неге олай сақталған? Мумия деген не? Сол неге сақталған саған сұрақ сол. Енді ғылымдар оны зерттеп таппай жатыр ғой мысалға. Қалай таппаған? Қалай Ердәулет қалай таппаған? Тапса айтпай ма оны әлі күнге дейін. Саған келіп айтама, саған звондап айтама, сен өзің ізденбесең? Енді барынша ізденгенімше іздендік, соны тапқанын айтып отыр. Соқпашы, сен ізденген жоқсың ғой оны. Енді сенің ойың қандай енді, ал айтшы маған. Менің ойым қалай емес, сен жаза салсай, Египеттегі мысалы, Египеттегі фараондардың денелері неге бұзылмай сақталған? Жазып тұр ғой, қалай ізденіп жүрсің сен? Міне былай дейді. Египеттегі фараондардың денелері мыңдаған жылдар бойы бұзылмай сақталғанының басты себебі оларды ерекше мумиялау технологиясы және құрғақ климат. Төменде нақты себептер бар. Мумиялау процесі, бальзамдау. Египеттіктер денені бұзудан сақтау үшін күрделі әлі ғылыми әдістерді қолданған. Миды мұрын арқылы алып тастаған, ішкі ағзаларды кесіп алып канопа құмыраларына салған, денені натрон деп аталатын тұзды қоспамен кептірген 40 күнге дейін. Натрон табиғи тұз, ол суды сорып алады. Бактериялардың көбеюіне жол берілмейді. Кептірілген денені иіс майлармен сүртіп, тақия матаға лен, соған ораған, сыртынан түрлі талисман мен табыттар арқылы қорғаған. Және Египеттің шөлді климаты, ылғалдың жоқтығынан бактериялар мен зең көбеймейді. Жерасты қабірлері салқын әрі құрғақ болған. Құм денені тез жабатындықтан ол табиғи түрде де мумификацияға ұшырай береді. Фараондар жер астындағы терең қабірлерге көмірген. Онда температура тұрақты,
ауа айналымы шектеулі, қабірлер діни жазулармен, тұмарлармен жаңағы көмкерілген. Бәрі түсінікті нәрсе ғой, зерттеген ғой. Енді ол енді жарайды, мейлі түсінікті нәрсе. Ол енді Құран-ы Кәрімге қалай түсті ол енді? Сұрақ. Ол той сорада жазылған. Құран-ы Кәрімде қаһарына ұшыраған, Құдайдың қаһарына ұшыраған, сол үшін сондай нәрсе қалған деп. Ол бәленбай жыл бұрын жазылған нәрсе де, бірақ осы уақытқа дейін ол қалай болған, қалай не алған? Құран-ы Кәрімге түскен, мысалға Құран-ы Кәрімде көктен түскен деп айтылған, мысалға ше. Ердәулет, саған дауа жоқ екен. Сен өмір сүріп жатқан заманда сол дауа жоқ емес, сен түсіндіріп берсе сол, мысалы дауа жоқ не емес, сен ол Құран-ы Кәрімде түскен дейді. Ол бізге қазір миымызға құйылған нәрсе, көктен түскен, Құран-ы Кәрімде жазылған дейді оның бәрі. Сен оны қалай отрицать етесің? Таяу шығыстың аңыздары сол арабтарға жеткен ба? Неғып тұрған жоқ па? Қазір әлемге мұсылман дінін таратып жатқан жоқ па? Тұра тұршы, сен адамзат өркениетінде болған дүниелер туралы ақпарат сауда керуендері арқылы, немесе мемлекеттер арасындағы байланыстар арқылы бір-біріне жете ма? Жетеді. Жеткен кезде олардың аңыздары да бірге барады. Сен сонда таяу шығыстағы арабтар, ар жағындағы жатқан Мысырда болған аңыздарды естімеген, соны естігенін, соны жазғанын ғажайып қылып отырсың ба? Енді ғажайып қылып отқан жоқ, мен просто сенен сұрап отқаным сол да, мен ол қалай ол Құран-ы Кәрім егер ол көктен түскен болатын болса. Өзің бір 5 минут отырып ойлансаң жетпей ма? Мысалы, қалай ол әңгімелерді олар қайдан естуі мүмкін? 9 жолдың торабы. Бүкіл сауда керуендері сол жақтан өтетін болса, Сирия, Дамаск, ар жаққа барлығы, Египет бар. Сол жақтан өтетін болса, адамдар бір-бірімен сөйлесетін болса. Сен сонда Құран-ы Кәрім сонда көктен түскен жоқ деген кеп тұр ғой, сен адамдардың жазған. Сен көктен бір кітап түседі дегенге сеніп жүрсің ба? Жоқ, енді бізге солай жетті ғой, мысалы, көктен түскен өзі жеткен нәрсенің бәріне сене бересің ба сен? Жеткен нәрсенің бәріне сене бересің ба? Кішкене ойланып қарасай. Енді көктен түскен деп тұр ғой, саған ол орада неғып тұрған жоқ оның бәрін. Оны қазір ғалымдар өзіміздің имамдар болмақтың, алашки нелерінде де айтылған дейді ол нәрсе. Ол Құран-ы Кәрім көктен түскен, оны мойындаған дейді. Алаш нелері де. Енді олар мойындағаннан кейін Міржақыпты алаш ордашы деп мойындайсың ба? Иә. Мен саған сол Міржақып Дулатұлының не айтқанын оқып бере салайыншы саған қысқаша қазір. Талай рет оқып берген, мен саған да пайда болсын, естімегендер адам бар шығар. Міне, қара, Міржақып Дулатұлы 1923 жылы Қызыл Қазақстан газетіне шыққан «Дін һәм ғылым» деген мақаласында былай деп айтады. Дін қараңғылық қара түн мысалында болса, ғылым жарық күн мысалында. Түн мен күн табиғат заңы бойынша жанаса бір-біріне жақын жүрсе, дін мен ғылым еш уақыт жанаса алмайды дейді. Арасы бітім таппағасын дұшман қараңғы түн жаратылысы ұйқыға кетеді. Қай уақытта болса да дін шығарған пайғамбарлар жарық дүниеден қашып, таудың қуысына барып, қалтырап қараңғы жерде Құдаймен сөйлеседі дейді. Енді қара, ғылым табиғаттың күштерін, жаратылыс мінездерін тәжірибелеп шегіп аша берген. Мұхаммед былай дейді: Мұхаммед отағасы, мен бір атпен шауып барып сөйлесіп қайттым. Құдай басқа діндердің бәрін мансұқ жасады, ақырғы дін ислам, бұдан былай Құдайды былай тану керек деп былай дейді: ескі шабаталардың, ескі діндердің біреуінің өкшесін, біреуінің ұлтанын, біреуінің сіресін алып құрап, шабата тіккен кедей етікшідей дін шығарды дейді Міржақып.
Надан ел қойдай маңырап, жаңа дінге ду қоя берсе де, уақыт өткен сайын өмір аса жай, шабан болса да ілгері басады, өседі. Дін кебеді, қурайды, мысы шығады. Сөйтіп, дін ғылыммен қайшыласып, әр уақытта, әр жерде адам баласының басын айналдырып, бағына кедергі болған нәрсе дейді. Дін адам баласына, адам қоғамдарына, жеке адамның аяқ қолына тұсау, басына томаға, көзіне шел болады дейді. Тағы басқа кімдер айтқан? Мысалға бізден Абай Құнанбаевтың өзінде кітаптардан мысалға айтылады ғой. Бізде енді қазақи әдебиетте. Әлиханның айтқанын айтайын ба саған? Айтшы. Қазір мен екі ойда жүрмін да, мысалға ше. Былай дейді Әлихан. Әлихан қазақ қырғыз адам баласы адам атадан. Адам атаны Құдай балшықтан илеп жаратқан деп нанып, ашыған сүтте үйіп қойған. Бұл пікір біздің жұртқа исламмен ерекелеп жабысқан. Ислам мұны Інжілден, Інжіл Тәуреттен, Тәурет Вавилониядан алған дейді. Енді жарайды неде, енді алаштарда өйтіп жазғандар бар. Енді Абай Құнанбаевтың да мысалға кітаптарға сенетін болсақ, өзіміздің қазақи кітаптарға сенетін болсақ, Абай Құнанбаевты дәретсіз емізбеген деп айтылады да мысалға. Қисыны жоқ әңгіме ғой, дәретсіз емізбеген не пайда ғой? Мысалға ол кісіде мысалға діннің несін мойындап кеткен адамда Құдай бар деп бұл өмірде. Енді оған қалай не жауап бересің енді? Абайдың дінді түсінуімен сенің дінді түсінуің сәйкес келмей қалса, сен Абайды тастайсың ба? Жоқ, Абайды тастамаймын мен. Абай өзіміздің енді ата бабамыз ғой ол. Өзіміздің қазақтың несін, ақыны ол. Абай христиан болған болса, ата бабаң болып қалады. Егер тура жолда болмаса, дінді тастауға болады мысалға. Оны не жоқ, отрицать етпейміз. Сен қара, сен өзіңе кеме қалса, оның дінін алмауға өзіңе рұқсат береді екенсің. Басқа адамдар неге дінін алу керек оны? Енді ол басқа дінін алу керек дегенде. Сен кәдімде ойландырып қойдың ғой, бәрін кәдімгідей. Жоқ, мен Абайдың неге... Енді біз дұрыс па? Ата бабамыздан келатқан дінді ұстанамыз, дұрыс па? Оны кейбіреу бүйтіп айтады, көк тәңір деп айтады, біреу былай дейді мысалға. Дұрыс емес, ата бабамыздан келген дін деп. Қалай айтамыз оны? Арабтар біздің ата бабамыз емес қой? Жоқ, арабтар ата бабамыз емес қой, бірақ ақсүйектер келді, оны біздің ата бабаларымыз қабылдады ғой, дұрыс па? Оны заманнан қабылдады, дұрыс па? Кімдер дейсің? Ақсүйек? Қожалар бізге келді ғой, дұрыс па? Қожалар ақсүйек деп кім айтып жүр вообще? Қожалар. Қожалар ақсүйек емес? Бізге қожаларды алып келді. Қожалар ол төремен. Қожалар ол дәруіш болып келген және оларды мен ақсүйек деп санамаймын. Қазақтың даласына айдаладан келіп қалай ақсүйек болды біз үшін? Енді мысалға бопты ақсүйек демесең де қожалар келіп бізге дінді әкелді. Оны біздің неге дінге кіргізді ғой, дұрыс па? Біздің қазақ даласына, дұрыс па? Сен былай деп айтып жатсың. Аталарымыздан келген дін деп жатсың да? Бұл дін біздің ата бабамызға қатысы жоқ қой. Ол арабтардан келген. Енді арабтардан келгенмен де ата бабаларымыз соны қабылдады ғой, дұрыс па? Жоқ, қабылдаса қабылдай берсін. Қабылдағаны да бар шығар, қабылдамағаны да бар шығар, білмейміз ғой оны. Енді қазір бізде сол дінді не үшін қабылдамаймыз ол дінді? Құдай жоқ деп біз қалай отрицать етеміз өзіміздің ата бабаларымыз? Мен аталарымыздың ішінде де қабылдамағандар көп болған деп есептеймін жалпы. Енді бізге танымалдықтардың көбісінде солар қабылдаған мысалы, дұрыс па? Жоқ, қабылдаған дегенде біз білетін нәрселер ол ақсүйектер деп айтады, хандарды ғана білеміз ғой. Біз хандар мен оның сарайдың жанында жүрген адамдардың ғана солардың діни ұстанымдары жайлы ақпарат бар да, қара халықтың не ұстанып, неге сенбей жатқанын біле алмайсың ғой оны. Енді сол ақсүйектерден қалғаны, солардан қалған, біз сол дінді ұстанған. Енді біз не үшін сол дінді ұстанбаймыз, соған жауап берші. Ұстансаң ұстана бер, сен бірақ ата бабаңа сүйеніп емес, өзіңнің басыңды істетіп ұстансай. Ата бабаңның басы саған бас болмайды ғой. Қалайсыңдар? Неге? Ол жерде жүрген нелер бар, оның бәрін қалай сен енді ата бабаларың сол үшін сендерге деп қалдырған нәрсесін. Ата бабам бізге дін қалдырған, ата бабамыз бізге дін қалдырған жоқ, олар бізге жер қалдырған шығар, дін қалдырған жоқ. Қай қазақ баласына аманат етеді оны? Қалайсыңдар? Иә,
айтып кетейінші мына жерде тарих жайлы бір екі моментті. Мына қожалар жайлы, қожалардың кейбіреулері бар ғой, өздерін ақсүйек деп есептейді, и тарих бойынша олар мысал ретінде тек қана қыздармен ғана қыздармен деп ғой, хандармен ғана қыз алысқанда. Сол жағынан оларды ақсүйек деп біздің мектеп программасында да оқытады негізі. А так я келсем, олар ақсүйек деп айту, олар өздерінің айтуы бойынша ғана ақсүйек болып жүргендер. Потом естіліп тұрмын ба, Сақ? Иә. Потом мына не жайлы бар ғой, жәнегі қазақ даласындағы діннің таралуы бойынша, біздің Қазақстан тарихын алатын болсақ, бізде мына далалық өлкелер бар, Түркістан өлкесі бар, дұрыс қой? Жалпы негізі екі өлке, бір көшпелі өлке және де отырықшы өлке бар да. Вот сол көшпелі өлкеде Қазақстанның шығысы, солтүстігі, орталығы, батыс аймақтары, Сырдарияға дейінгі аймақтардың бәрінде негізі бізде билер соты қызмет еткен, дұрыс қой? Бізде билер соты болған. Билер соты ешқашан шариғатқа нетпеген, жәнегі шариғатқа негізделмегенде олардың сот жүйесі. Олардың бәрі далалық заңдарға негізделген. Мысал ретінде Тәуке ханның 7 жарғысын алатын болсақ, ол шариғатқа қатысы жоқ нәрсе. Ол жерде адатты, толықтай адат. Адат деген сол біздің өзіміздің әдет-ғұрыптарымыздан құрылған. Осындай мәселелер бар да, соны көбісі бізде түсінбейді. Вот қазақ даласында бәрі ислами дейді. Шын мәнінде енді шариғат заңдары бойынша шариғаттың нормалары фактически жүрмеген бізде. Именно далалық аймақтарда, көшпелі аймақтарда. Отырықшы өңірлерде, мысалы Орта Азияның қалалары бар, оңтүстік Қазақстанның қалалары бар. Ол жақта жүрген отырықшы өңірлерде енді ислам діні кішкене кеңірек таралған болған. Ол жақта қазылар соты, ғази дейді ғой, шариғат заңдарын және нормаларын білетін адамдар. Вот солар соттаған болған. Осындай моменттер бар да, мысалы, соны көбісі біздің қазақтар елеп ескермейді. Дұрыс. Біліп жүру керек осындай нәрселерді. Я бағана мысалға нені айтамын да, қан араластыру бойынша 7 атаға дейінгі тема бар емес па? Бізде мысалы қазақтарда 7 атаға дейін жетпей қыз алысатын болса, оның жазасы өлім дейді. Ал мысалы шариғат бойынша олар 2 атадан тарағандарға уже рұқсат ете береді. Бізде оған тікелей тиым салынып тұр мысалға. Так что ол даже мысалы шариғатқа қарама қайшы да келіп тұр. Сол ғой айтайын деген. Сөз жақсы. Так негізі ондай мәселелер негізі біраз бар ол жерде. Барымта, қанға қан деген сияқты. Тоже опять-таки шариғат заңда нормаларына жоқ нәрселер қазақтың адат дәстүрі бойынша бар да мысалға. Сол жағдай. Жарайды, брат, онда мен шыға берейін. Жақсы. Аха.